Саламатсыздар ма, құрметті достар, құрметті көрермендер. Біздің өткір тақырып арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің айтар жаңалығымыз осы аптада Қазақстанда өткен және өтіп жатқан сот процестері туралы болмақ. Оның біреуі Астанада өтті. Қайрат Боранбаев 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық сотының ұжымы кәсіпкерді жымқыру және заңсыз алынған мүлікті заңдастыру дерегі бойынша кінәлі деп таныды. Боранбаев пен бір топ адам 14,5 миллиард теңгені жымқырды деген күдікке ілініп, бастапқыда 8 жылға сотталған еді. Алайда кейін үкім күшін жойып, қайта тергеу жалғасқан еді. Сондай-ақ Алматыда Дики Арман мен Қайрат Құдайбергеннің ісіне қатысты сот тыңдалымы жалғасып жатыр. Тыңдалым барысында жәбірленушілер мен куәгерлер өздеріне қоқан-лоқы көрсетіліп жатқанын, өмірлеріне қауіп төнуі мүмкін екенін мәлімдеді. Сондықтан сот отырысының жабық режимде өтуін сұраған. Тағы бір жаңалық Маңғыстау облысынан келген. Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі Алик Айдарбаевқа іздеу жарияланды. Қазақстанның ММА Федерациясы басшысы Алик Айдарбаевқа іздеу жариялады. Бұл туралы федерация ұжымы өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында мәлімдеген. Қазақстанның біріккен ММА Федерациясының жаттықтырушылары мен спортшылары федерацияның қазіргі президенті Алик Айдарбаевты іздеуде. Алик Серікұлы, спортшылармен хабарласуыңызды сұраймыз делінген жазбада. Сонымен қатар жазбаға федерация өкілдері мен аймақтық бөлімшелері пікір қалдырған. Біз федерация президентін таба алмай жатырмыз. Ол байланысқа шықпайды. Оның басшылығы кезінде федерацияның 100 миллион теңгеден астам салықтық қарызы жиналып қалды делінген пікірлердің бірінде. Бұл жаңалықтарға ешбір қатысы болмаса да бір маңызды жаңалық бар. Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев ұлттық олимпиада комитетінің президенті болып қайта сайланған. Сондай-ақ биыл Тимур Құлыбаев Азия олимпиадалық кеңесінің 2023-2026 жылдар аралығындағы вице-президенті болып қайта сайланды. Сонымен қатар ол ұлттық олимпиадалық комитеттер қауымдастығының атқару комитетінің мүшесі. Міне достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздерден өтінетініміз, арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Ал біз сіздерге жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.